Бүгін саясат саласында, мемлекеттік қызмет саласында біраз жыл қызмет атқарып, бүгінді қоғамға ой салып жүрген өзімізге белгілі Асылбек Байжұмамен кездесіп отырмыз. Асеке, қош көрдік өзіңізді. Қош келдік. Асеке, өткенде президент бір айдың ішінде 2 рет шетелге жұмыс сапарымен барып келді. Бірінші Америкаға барды, екінші Россияға барды. Бұл президенттің сапарынан не ой түйді? Біріншіден, біздің мемлекеттің тәуелсіздік алғашқы тарихында ақш мемлекеттерінің президенттерінің ішінде қазіргі біздің президентіміз Тоқаевқа ерекше үлкен бір құрмет көрсетілгені осы жолы құрметті есептеуге болады. Бұған дейін де Назарбаевтың уақытында да барлығын, бірақ ол жағдайда тек қана бір бизнес саласында ақша сұрау мақсатында немесе қандай да бір көмек сұрау мақсатында. Ал осы жолы кәдімгі жаңағы Қазақстан Орта Азиядағы жетекші мемлекет ретінде өте көп үлкен шешуші рөлі бар мемлекеттің басшысы ретінде шақырылып отыр. Бұған Ақ үйдің де ерекше мән беріп, және Орта Азиядағы президенттердің қоса шақыруындағы басты себептердің бірі қазір саяси жағынан да, геосаясат жағынан, экономикада, жалпы бүкіл жағдайда Ресей мен Қытайдың болашағын шешетін осы Орта Азиядағы мемлекеттер. Қазір Қазақстан дәліз арқылы Қытайдың бүкіл товары Еуропа елдеріне кетіп жатыр. Ресей Қазақстан товарлары арқылы, яғни ол санкция деген санкцияның қалай болып жатқанын біз білеміз ғой. Айналып өтіп болса да Ресей Қазақстан арқылы күн көріп отыр. Сондықтан да бұл мемлекеттерді әлсірету, оның ішінде қазіргі Украинаға жасап жатқан басқыншылық соғысты тоқтатуға үлкен бір әсер беретін мемлекеттердің бірі осы Қазақстан болып табылады. Екіншіден, енді жер байлығы дейді. Енді ол бұрыннан да бар, бұрыннан да біздің байлықты Қытайда, Орыста, жаңағы ағылшындар да бәрі де иемденіп келе жатыр. Дегенмен қазір жаңа вольфрам мәселесі, егер де бұл жаңағы металды ақш алмайтын болса, олардың атом энергия саласындағы, жалпы соғыс саласында құрылғылардың бәрі тоқтап қалудың алдында тұр. Бұрын бұлар Қытайдан алып жүрді, басқа мемлекеттерден алып жүрді. Яғни Трамп Қытай немесе басқаларға жалынышты болмаудың жолын қарастырып, Орта Азияны өзінің ықпалына қаратып алу арқылы осы жаңа вольфрам, басқа да сирек металдарды қолға алу. Әрине ол Трампқа өзі жалпы саясаткерден бұрын ол саудагер адам, яғни бизнесмен. Сондықтан да Тоқаев та Трамппен осы бизнестің тілінде сөйлесуге тура келді. Енді Оспан Батырдың атақты бір сөзі бар. Моңғолдың жібі ноқтасы дейді, жіптен жасалған, оны үзіп кетуге болады. Орыстың ноқтасы ағаштан жасалады, ол өзі шіріп түсіп қалады. Қытайдікі темір дейді, оны үзе алмайсың ешқашан, мәңгілік қалып қоясың. Ең дұрысы Америкаға жақын болу деп, осыдан 70 жыл бұрын ешқандай Оксфорд бітірмеген, Кембридж бітірмеген, саясаттан хабары жоқ, бірақ Батыр Оспанның айтқан сөзі тура дәл қазіргі заманға келіп отыр. Сондықтан да Қазақстанның болашақ стратегиялық дамуы, ел болып сақталып қалуы қазіргі осындай қауіпті жағдайда, бұл енді осы Еуропа елдерімен, ақш мемлекеттерімен, жалпы қай-қайсымен болсын ортақ қарым-қатынас орнату мақсатындағы біздің президенттің жасап жатқан саясатын жалғыз қазақстандықтар емес, бүкіл әлем елдері бағалап отыр. Ол кісінің жаңағы бұл жерде үлкен бір фактор, көп тіл білетіндігінде, екінші жаңағы өмірінің түгеліндегі жартысынан жуығын енді осы дипломатия саласында өткізгендігінде, ол саудагер болсын, саясаткер болсын, кім болса да онымен ортақ тіл табыса алатындығында, осы ерекшеліктерменен арқылы жаңағы Қазақстанның алдағы дамуына жол ашып отыр. Енді екінші келе салысыменен бұны өзімізді ішімізден болжағанбыз, міндетті түрде жаңағы біздің көршіміз шақырады деген. Әрине шақырылды, барынша құрмет көрсетілді, барынша құрмет жасады. Себебі жаңағы Ресей, оның ішінде оның президенті Путиннің өзі де Қазақстансыз Ресейдің болашағын жоқ екенін біліп отыр. Жаңа сөзіңіз аузында болсын, жаңа Путин, мен қазақша сөз білмеймін, бірақ сөз білемін, алтын деген ғана сөзді білемін. Не себепті айтты бұны? Бұл енді кезінде алтын дегеніміз енді ол бүкіл қазақ мемлекеті
қазір Ресей үшін алтынға айналып отыр. Ресейдің болашағы шешілейін деп тұрған уақытта Қазақстан ол тіпті осы мемлекетті былай айтқанда үшінші рет сақтап қалайын деп тұр.